Діни аңыздарда қарлығаш пайғамбарлардың батасын алған делінеді. Өзін Құдай санаған Намрут патша пайғамбар Ибраимді отқа өртеуге әмір береді. Нөкерлер орманнан 30 арба отын жинайды. Есекті арбаға жегіп айдағанда ол жығылып жатып алады. Сосын арбаға атты жегеді, ол да қозғалмайды. Болмаған соң түйені алып келеді, ол да шөгіп тұрмай қояды. Өгізді жекпек болғанда ол нөкерлерді сүзіп маңына жолатпайды. Кезек қашарға келеді. Ол арбаны қуана-қуана тарта жөнеледі. Ибраим қашырға нала болады. Жау жағына өткені үшін Алла тағала қашырды ұрпақсыз қалдырады. Ол тұтанып, жалын көкке жеткенде Жибрейіл періште келіп, «Ей Ибраим, не көмек сұрайсың? Қызметіңе әзірмін» дейді. Сонда пайғамбар, тәрбие етуші бір Алланың өзі жетерлік дейді. Осы сөзді айтқан кезде Алла отқа, «Ей от, досыңды саламат сақта, еш жері күймесін, жатқан жерін гүлзар бақ қыл» деп бұйырады. Сонда оттың іші Ибраим пайғамбар үшін салқын саябаққа айналады. Осы оқиғаға қарлығаш Құдай досына болысып қанатымен су себеді. Қарлығаштың етін көріп пайғамбар риза болған екен.